Сәлеметсіздер ме? Каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода духовкасыз 2 минутта дайын болатын пиццаны жасайтын боламыз. Өте нәзік, өте жұмсақ болып піседі. Соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Ең алдымен осылай помидорды турап алдым. Егер сіздер шұжықпен жасайтын болсаңыздар, шұжықты осылай домалақтап турап аласыздар. Одан кейін бір жұмыртқаны жарып, оған аздап сүт қосамыз. Примерно 3-4 қасықтай, көп болмасын. Шым-шым тұз қосып, олардың барлығын біркелкі консистенцияға келгенше араластырып аламыз. Одан кейін теркадан сырымызды өткізіп аламыз. Менде моцарелланың 45% сыры. Егер сіздерге созылғаны маңызды болса, описаниеде қалдырып қоямын. Созылатын жақсы сырлардың тізімін. Шамамен бір қасық сырды мен сұйықтыққа араластырып алдым, және де бір лавашты екіге бөліп, табамның диаметріне келтіріп осылай қиып алдым. Қызып тұрған тапама майды құйып, помидорды салып, артынша дайын болған сұйықтығымды құйып алдым. Ал қалған лаваштың қиындыларын осы жерде қолданып тастадым. Әр слойды қойған сайын арасына сырды сеуіп отырдым. Духовкасыз өте нәзік әрі жылдам дайын болатын бұл пиццаны завтракке де жасап берсеңіздер өте тойымды кетеді. Лаваш қамырын әр төсеген сайын араларына осылай аздап сырт қойып отырдым. Олар бір-біріне жақсы бірігіп, ажырап кетпес үшін қолдандым. Пицца күйіп кетпес үшін орташа оттан сәл төменгі жылдамдықта қойып, видеодағыдай тез-тез пісіріп аламыз. Тарелканың көмегіменен пиццамызды аударып аламыз да, қалған сырымызды бетіне төсеп, сыр ерігенше бетін жауып қоямыз. Дайын болған пиццамызды тарелкамызға салып кесіп аламыз да, ұсына беруімізге болады. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер видео ұнаса, лайк басып, парақшама жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды.